Ұлықбек Оразбайұлы Есдәулет. Ақын, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Киіз кітап өлеңдер жинағының жарық көруі өз уақытында қазақ әдебиетіндегі айтулы оқиға болды. Ақынның ең таңдаулы өлеңдері енген кітап жыр сүйер қауымның көз қуанышына айналды. Бұл кітаптың құрылымы оған топтастырылған жүректі қозғар әсерлі суреттер мен сәттерді арқау еткен. Көркемдік қуаты мол жырлар қазақ өлеңінің мүмкіндігін айқындай түсті. Сондықтан киіз кітап тәуелсіздік заманының рухани сұранысына мейлінше ие болды. Ақын ел тағдыры мен өнер тағдырын, әлем мен ұлт зәрулігін өлең тілімен келісті өрнектеді. Ақын поэзиясына тән басты ерекшелік өмір шындығын, тіршілік заңдылығын көркем бейнелеуден көрінеді. Ұлықбек Есдәулеттің бұл кітабына 1988-ден 2000 жылдар аралығында жазылған ел мен жер, заман мен қоғам, табиғат пен махаббат туралы лирикалық, әлеуметтік философиялық жыр толғамдары енгізілді. Қазақ ям, азат ұям, қоңыр жұртым, ұлы елім, қаңқылдаған қазатынан сөз саптаған сүлейім. Қанға қан деп, жанға жан деп, атам қазақ үйреткен, өтті ғасыр сандаған көп, ақ сойылын сүйреткен. Шыңғысың сен, қан тәңірім, әлде бетпақ шөлмісің, қаңсыса да қан тамырың, қаңқ етпейтін көнбісің. Тасыдың да, жуасыдың, түпсіз арнаң толсашы, дүниенің күнәсінің жуылатын моншасы. Аялаған азаттығым бұлбұлшса басымнан, кімге керек қазақтығым, мақтан еткен жасымнан. Төбеңдегі айды мына тұмарыңдай көремін, қапалы да, қайралы да, қоңыр елім, өр елім, топырақтың табын сездім, жүгірдім де жығылдым, отан деген назым сөздің мәнін сенен ұғындым. Аспандай кен, атамекен, ие қанбас көн дала, сені сүю қатем екен, сүйіп өтем сонда да.